Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен өте дәмді тағам дайындайтын боламын. Кез келген қасына гарнир қосып, екінші тағам ретінде берсеңіздер, ұсынсаңыздар болады. Олай болса, 2 тауықтың грудинкасын аламыз, тілім етіп кесеміз 4 бұрыштап. Себебі біздің қазіргі себетін барлық специяларымыздың барлығы жақсы сіңу үшін осылай жасайтын боламыз. Оливковое масломызды қазанымызға саламыз, сковородкамызға, және сары маймен араластырып, жақсылап ерітетін боламыз. Етімізді бірінші төменгі жағынан қуырамыз, барынша қызартып, екі жағынан қуырып аламыз. Содан кейін чеснок 3 бас, 3 тал майда етіп тураймыз, видеода көрсетілгендегідей. Майдалап чесногымызды турап болдық. Енді қуырылып жатқан етіміздің үстінен тұзымызды, бұрышымызды себеміз. Содан соң етімізді қызарған бөлігін жоғары қаратып, ал жоғарғы бөлігін төменге қаратып, майға жақсылап қайта қуыра бастаймыз. Астыңғы төңкерілген бөлігіне тұзымызды, бұрышымызды себеміз. Қызарып піскен жеріне енді қызыл пияз немесе ақ пиязды да пайдалансаңыздар болады. Майда етіп турап аламыз. Барынша видеода көрсетілгендей қоқымдап турағандарыңыз дұрыс. Енді етімізді бөлек ыдысқа аламыз. Екі жағынан қызартқаннан кейін әлі толық піспеген етімізді бөлек ыдысқа алып, ал қалған астындағы қуырылған майға үстіне тағы да сары майды қосып, оның үстіне чесногымызды қуырып, және содан соң үстіне пиязымызды саламыз. Барлығын жақсылап қуырып аламыз. Майыңыз аз болса, тағы да сары майды қоссаңыз болады. Содан соң петрушка тураймыз. Міндетті түрде өте әдемі дәм береді. Петрушканың өзіне тән ерекше ароматы бар. Сол себептен тамақтарымызға петрушка қоссаңыз, егер ұнайтын болса, өте дәмді дәм береді, иіс беретін болады. Қуырылып жатқан пиязымыздың үстіне тауықтың сорпасын немесе су қоссаңыз болады. Тауықтың сорпасы болса, өте дәмдірек болады. Лимон қышқылын қосамыз, лимон согын. Содан кейін петрушкамызды салып, жақсылап қайнатамыз. Содан соң 20%-дық, 32%-ға дейінгі сливки және мускатный орех қосатын боламыз. Тұзымызды саламыз, байқап, дәмін көріп, тәтіміне қарай өзіңіз келтіріп салсаңыз дұрыс болады. Жақсылап араластырып, жаңағы біздің жартылай піскен етімізді осы соустың үстіне қойып, бұқтырып, әдемілеп пісіретін боламыз. Барынша соусымызды етіміздің үстіне құйып, сіңдіріп, сондай дәмді, мынау еттің өзінің соғы, осы сокты да ішіне құйып жіберсеңіз, етіңіз сочный, өте дәмді болып піседі. Соусымыздың дәмі де жасап көретіндей өте дәмді болады. Міндетті түрде дайындап, біздің каналымызға жазылып қоюды ұмытпаңыз. Үнемі күнделікті сіздерге осындай жылдам әрі оңай дайындалынатын тағамдармен бөлісіп отырамын. Мінекей біздің тағамымыз дайын болды. Осының қасына күрішті суға бұқтырып пісіп, қасына гарнир ретінде берсеңіздер де өте дәмді тағам болып саналады. Астарыңыз дәмді болсын, каналымызға жазылуды ұмытпаңыз.